Тарихи камбэк. Футболдан Қазақстан құрамасы сенсация жасап азулы Данияны жеңді. Және қалай жеңді? 0-2 есебімен жеңіліп жатып, жеңісті жұлып әкетті. Бәріңе сәлем, бұл екінші тайм арнасы. Мен Есет Төлеш. Бүгін кешегі камбэкке даниялықтардың жалпы шетелдіктердің реакциясы туралы айтамыз. Даниялық жанкүйерлер не деп жатыр? Ұят, масқара, сенсация. Көбінде осындай сөздер айтылады. Ал ендеше шай құйып алыңыздар, бастаймыз. Ойын туралы қысқаша, 21-ші минутта Данияның 20 жастағы таланты Расмус Хойлунд қақпашы Игорь Шацкимен 1-1 шығып есеп ашты. Ал 35-ші минутта айып алаңындағы қарбаластан кейін Хойлунд тағы бір гол соқты. Даниялықтар 3 ұпай қалтада деп ойлады. 73-ші минутқа дейін солай болды. Төреші Дания қақпасына пенальти белгілеп, Бақтияр Зайнутдинов нүктеден мүлт кетпеді. 86-ші минутта ғажайып гол соғылды. Асхат Тағыберген допты Бауыржан Исламханнан алып алды да шірене тепті. Доп алыс тоғыздыққа ұшып қақпаға күмп етті. Каспер Шмейхель түк те істей алмады. Негізі біз тең есепке де қуанышты болар едік, бірақ біздің футболшылар тоқтап қалған жоқ. 89-ші минутта Абат Айымбетов баспен дәл соққы жасап камбэктің нүктесін қойды. 3-2. Қазақстан тарихта қалатын жеңіске қол жеткізді, ал Дания алғаш рет 2 гол басымдығынан кейін жеңіліп отыр. Бұл кездесуде гол соққан футболшыларымызға тоқтала кетейік. Бұл Бақтиярдың құрамадағы кезекті және маңызды голы. Ол 28 ойында қарсылас қақпасына 11 гол тоғытып тастаған. Осылайша Зайнутдинов Руслан Балтиевтен озып, Қазақстан құрамасы тарихындағы үздік сұрмерген атануға жақын. Балтиевтің еншісінде 13 гол бар. Бақтияр енді 3 гол соқса көш басына шығады. Ол күнде алыс емес деп ойлаймыз. Ал Тағыберген құрама сапында гол соға алмай жүреді. 44-ші матчында алғаш рет қанжығасын майлады. Бұл голына тек қол шапалақтап қою қажет. Пушкаш жүлдесіне үміткер болуы әбден мүмкін. Себебі Асхаттың бұл голына УЕФА таңдай қағып отыр. Әдемі голдың видеосын ұйым твиттерінде жариялады. Бәрін тастап Асхат Тағыбергеннің голына қараңдаршы. Бұл кезеңдегі осыған ұқсас гол бар ма жоқ па деп жазыпты УЕФА твиттерінде. Ал Айымбетов құрамадағы 7-ші голын салды. Жалпы кешегі ойында бәрін істеп үлгерді. 79-ші минутта алаңға шықты. 89-ші минутта гол соқты. Артынша жейдесін шешкені үшін сары қағаз алды. 96-ші минутта алаңнан қуылды. Келдім, істедім, кеттім деген шығар. Ең маңыздысы біздің футболшылардың допты қорықпай ұстайтыны қуантады. Оразов пен Самородовтың дриблингі тиктокты жарып жатыр. Бұл видеода әсерлі. Жылама Асхат. Жыласаң тек әрдайым жеңіс үшін болсын. Қазір даниялық басылымдар өз футболшыларын жерден алып, жерге салып жатыр. Былтырғы әлем чемпионатындағы сәтсіздіктен кейін команда жиі сынға ұшырап жүр. Extra Bladed сайты Дания қақпасына қойылған пенальтиді күмәнді деп атапты. Даниялықтар 2-0 есебімен жеңіп жатқанда кезекті жеңіс деп ойладық. Тек соңына дейін жеткізу қалған. Бірақ алаң иелері күмәнді пенальтидің арқасында есепті 1-2 қылды. Кейін 2 минутта 2 гол соғып, даниялық құлдырауға жеткізді. Бұл құлдырау Дания құрамасына тарихи рөл атқарады. Әлем рейтингінің 115-ші орны Данияны жеңіліспен үйіне қайтарды. Ал Болт порталы мақаласының басында Астана аренадағы жасанды алаң әсер еткенін жазған. Бірақ камбэк жасаған біздің футболшыларға өз бағасын беріпті. 86-ші минутта капитан Тағыберген ғажайып гол соғып, Қазақстан есепті 2-2 қылды. Қақпадан алыс жерден зеңбірекпен атылғандай соққы қақпада туылады. Шмейхелдің ешқандай мүмкіндігі қалмады. Ал 89-ші минутта Қазақстан өлім соққысын жасады. Айымбетов Дания айып алаңында кедергісіз секіріп, алаң иелерін алға шығарды. Жексенбідегі матч Дания құрамасы үшін сәтсіз, ал Қазақстан үшін тарихи жетістікпен аяқталды. Ал Политекен газеті мұны күйреу деп атапты. Бірінші таймда бәрі жақсы көрінген. Даниялықтар жақсы ойнап 2-0 есебімен алда тұрды. Кейін тізе бүгіп Қазақстан құрамасына күтпеген жерден 2-3 есебімен жол берді. Дания күйреді. Ал енді кезек даниялық жанкүйерлерде. Олар не деп жатыр? Қазақстан деген не? Біз олардан қалай жеңіліп жүрміз? Юлман, кет. Соңғы 5 матчтың біреуінде ғана жеңдік. Тунис, Аустралия мен Қазақстанды жеңе алмадық. 2021 жылы күшті едік, бірақ қазір бұл жеткіліксіз. Бүгін Дания қорғанысына қарағанда Гитлер сотта жақсырақ қорғанар еді. Әлем рейтингінде 115-ші орында тұрған командадан қалай бір таймда 3 гол жіберуге болады? Ойлаңдаршы, Еуропа чемпионатының іріктеуінде Азияның командасынан ұтылып қалдық. Ұялатын нәрселер бөлек, кешірмейтін нәрселер бөлек. 16 минутта 3 гол. Дания
Даниялық футболшылар біздің бірінші дивизионда ойнауы керек. Себебі ондағылар құрамадан жақсы ойнайды. Оларға пенальти берілмеуі керек еді. Бірақ Қазақстанды құттықтаймын. Аустралиялық Keep Up сайты Данияның жеңілісін масқара деп атаған. Олар Дания соңғы Еуропа чемпионатында жартылай финалға жеткенін еске салды. Дания Еуро іріктеуінде Қазақстаннан жеңіліп масқара болды деп жазылған матч туралы мақаланың тақырыбында. Ұлыбританиялық Daily Mail газеті былай дейді: Даниялықтар 2 ойында 5 гол соққанына қарамастан, олар Қазақстаннан құр гол қайтты. FIFA рейтингінде 100 сатыға төмен тұрған команданы жеңіп қойдық деп ойлап, екінші таймда ойнамаған өздері кінәлі. Евроспорт болса Қазақстаннан ерте үміт үзген жанкүйерлерге үн қатты. Қазақстан таңғаларлық камбэк жасап Данияны 3-2 есебімен жеңді. Словениядан ұтылғаннан кейін Қазақстан тағы да жеңіліске жақын болды. Себебі бірінші таймда Расмус Хойлундтан 2 гол жіберіп алған. Жанкүйерлер Астана Аренадан ерте кетіп қалса қатты өкінер еді. Себебі бәрі соңғы 17 минутта өзгерді. Қазақстанның жеңісіне бүкіл әлем таңғалып жатыр. Себебі бұл жай ғана жеңіс емес, тарихи камбэк. Ал бұл жеңістің қаншалықты маңызды екенін түсіндіре кетейін. Біріншіден, Еуро 2024 іріктеуіндегі алғашқы 3 ұпай. Бірнеше күн бұрын Словениядан жеңілген едік. Сондықтан Данияға да жол бергенде жолдамаға таластан шығып қалар едік. Ал қазір мүмкіндік бар. Жолдама алу қиын, бірақ тым болмаса үміт жоғалтқан жоқпыз. Қазір турнир кестесінде 3 ұпаймен 3-ші орындамыз. Бәсекелестің бәрінде 3 ұпайдан. Словения 6 ұпаймен көш бастап тұр. Ал Сан-Марино құрамасында ұпай жоқ. Екіншіден, біз ешқашан Данияны жеңіп көрмедік. Тіпті теңге түспеген едік. 2005 жылы әлем чемпионатының іріктеуінде 2 рет ойнадық. Сырт алаңда 0-3, Алматыда 1-2 есебімен жол бердік. 2018 жылғы әлем чемпионатының іріктеуінде қайтадан бір топқа түстік. Данияда 1-4 есебімен жеңіліп, Алматыдағы қарымта ойында 1-3 есебімен ұтылдық. Міне 5-ші кездесуде ақыры ұттық. Үшіншіден, былтырғы Ұлттар лигасындағы жетістік жай ғана сәйкестік емес екенін көрдік. Ұлттар лигасындағы өз тобымызда бірінші орын алып, сенсация жасағаннан кейін сәл күмәндана бастаған едік. Себебі сол жетістіктен соң жолдастық матчтарды есептесек, қатарынан 4 рет жеңілдік. Бірақ тек ресми ойындарға қарар болсақ, соңғы 8 кездесу осындай. 5 жеңіс, 1 тең ойын, 2 жеңіліс. Анау-мынау емес, Словакия, Дания секілді мықтыларды жеңдік. Неге тек соңғы ойында алып отырмыз? Себебі бұл қазіргі бас бапкер Магомед Адиев жаттықтырған матчтар. Расын айтқанда, Еуроға тікелей жолдама алу қиын. Ян Облактың Словениясы, Эриксеннің Даниясы бәрібір де топтың фавориттері. Финляндияда Еуропадағы мықты құрамалардың біріне айналды. Солтүстік Ирландияда Англия премьер-лигасы мен чемпионшипте ойнайтын футболшылары жетерлік. Қалай дегенде де былтыр бір сенсация жасадық. Биылда неге соны қайталап көрмеске? Маңыздысы, сәтсіз ойыннан кейін өз футболшыларымызды жерден алып, жерге салудың қажеті жоқ. Ал құраманың келесі матчтары маусым айында өтеді. 16 маусымда Сан-Мариноға қонаққа барамыз. Ал 19 маусымда Солтүстік Ирландия біздің футболшыларды қабылдайды. Кем дегенде 4 ұпайға мүмкіндік бар. Нұралы Әліп федерация басшысы Әділет Барменқұловтың маңдайынан сүйер күн көп болсын. Бүгінге осы. Видео ұнаса лайк басып каналға жазылыңыздар. Қазақстан құрамасы Еуро іріктеуінде нешінші орын алады? Болжамыңызды пікірге жаза кетіңіз. Жеңісті күндерде жүздескенше сау болыңыздар.